Рахмет. Келесі сөз сұрақ қою үшін депутат Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. Рахмет. Менің екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым Ақтөбе облысының әкімі Ералы Лұқпанұлы Тоғжановқа және екінші сұрағым энергетика министрі Болат Оралұлы Ақшолақовқа бағытталады. Бірінші, құрметті Ералы Лұқпанұлы, баяндамаңызда облыс көлемінде тауарлық несие тетігін енгізгеніңізді атап өттіңіз. Оның қаржылық несиеден ерекшелігі қандай? Және екінші сұрақ, құрметті Болат Оралұлы, еліміздің оңтүстік өңірлері электр энергиясы тапшы өңірлер. Бұл мәселені шешу үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен Түркістан және Қызылорда облыстарында жаңа жылу электр орталықтары салынатын болды. Алайда өңірдегі электр желілері 70%-дан аса тозған. Бұл республикалық орташа көрсеткіштен жоғары. Мысалы, Қызылорда облысында өткен ғасырдың 60-шы жылдары пайдалануға берілген барлық дерлік желілер мен қосалқы станциялардың жағдайы сын көтермейді. Национал даму трансферттерін қарау және іріктеу қағидаларына сәйкес, республикалық бюджет қуаты 35 киловольтқа дейінгі қосалқы станциялар мен электр желілерін салуға, қайта жаңғыртуға арналған шығыстарды қаржыландырмайды. Сондықтан энергетика министрлігі қаржы министрлігімен бірлесіп, кернеуі 35 киловольтқа дейінгі қосалқы станциялар мен электр желілерін салу және реконструкциялары бойынша республикалық бюджеттен қаржы бөлу тетіктерін енгізу мәселесін қарауы қажет. Бұл барлық өңірлер үшін маңызды. Осы мәселені шешу үшін министрліктің тарапынан қандай жұмыстар атқарылады? Рахмет. Болат Оралұлы. Электр желілерді туралы айтатын болсақ, өте маңызды мәселе. Біріншіден айтайын, біздер оңтүстікте өзіңіз айтқандай қуаттылығымен 240 мегаватт Қызылорда өңірінде және 1000 мегаватт жаңа газбен жұмыс істейтін станциялар салынуда қазіргі уақытта. Әрине бұларға бұны тұрақтылығымен жабдықтау үшін жақсы сапалы электр жүйелер керек, қажет болады. Бұл мәселені шешу үшін және бұның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін біздер қазіргі уақытта Шудан Жамбылға дейін 500 киловольт қуаттылығымен жаңа электр жүйені салып жатырмыз. Бұл өкінішке орай былтыр 2022 жылдың басында көршілес Өзбекстан елінде болған ахуал жағдайларын өзіңіз білесіздер. Оған сондай болмау үшін, біздер күшейтіп жатырмыз оңтүстік жағымызда. Ал сіз қойып жатқан мәселе 35 киловольттық электр жүйелер, олар жалпы негізі қазіргі бюджеттік кодекс бойынша жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат болу керек. Бірақ оны да біздер түсініп отырмыз. Қазіргі уақытта қаржы министрлігімен бірігіп көп ұсыныстар келген соң, бұның қалай қаржыландыру мәселелерін қалай шешуге болатынды қарап отырмыздар. Бұның жолдың біреуі бұл бюджеттік несие беру. Мысалы, осы жолмен де шешуге болады. Нақты шешім жоқ әлі, бірақ осы өзімізге бәрімізге белгілі бұның сапасының қандай екенін, қазіргі осы электр жүйенің оны апаттық жағдайға жеткізбеу үшін әрине біздер осы мәселені осы алдағы айдың ішінде шешуіміз керекпіз. Бұның себебі бұны өте жылдам жолмен ретімен жөндеп және жаңа құрылыс салу мәселелер өте көп. Сондықтан біздер оны көп күттірмей осы мәселені шешімді табамыз деп ойлаймыз. Рахмет.